Бұл видеода сіздермен бананмен жасалатын шоколадты бомба тортының рецептімен бөліскім келеді. Өте қолжетімді заттармен жасалады. Ешқандай сливки, творожный, сыр қосылмаған. Тіпті бетіндегі ганашы да қолжетімді заттардан жасалады. Ешқандай шоколад қосылмаған. Бірақ дәмінен шоколадтың дәмі шығып тұрады. Ал енді бірінші кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы езілген сары май қажет болады. Жақсылап миксермен 3 минут шайқап, үстінен сахарный пудраны қосамыз. Тағы да жақсылап миксердің көмегімен ең қатты жылдамдықта 3-4 минуттай жақсылап қозғап алатын боламыз. Сахарный пудраның орнына қантты пайдалансаңыз да болады. Жақсылап қозғап алғаннан соң осылай сары майдың барлығын сүріп аламыз ыдысқа. Үстінен қаймақты қосамыз. Қаймақтың пайыздылығы маңызды емес, тек қана осылай бір упаковкадағысын қоссаңыз болады. Бірақ астына описанияға қалдырып кетемін қанша грамм қажет болатынын. Осылай жақсылап миксердің көмегімен 5 минуттай шайқап аламыз. Сонымен біздің креміміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Ал енді бетін жауып тоңазытқышқа салып қоямыз. Ол уақытта бисквитті дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға кішкене тұзды қосып, миксермен бірінші араластырып аламыз, кішкене көпіргенше. Одан соң жанынан қантты осылай аз-аздан қоса отыра, жақсылап араластырып, миксердің ең қатты жылдамдығымен қозғаймыз. Біздің массамыз осылай ағарып шығуы қажет. Енді үстінен ерітілген сары майды құямыз. Тағы да осылай 30 секундтай шамасында жақсылап араластырамыз. Және де сұйық майды қосамыз. Тағы да осылай 30 секунд араластырып, сүтті қосамыз. Енді жақсылап біркелкі етіп, біріктіріп қозғап аламыз. Сонымен ұнымызды алып, үстінен какао және де разрыхителді қосып араластырамыз. Осылай біркелкі масса шығарып аламыз ең алдымен. Одан соң біздің бірінші массамызға 3-4 қасықтан салып, миксердің көмегімен ең жай жылдамдықта біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай бөліп салу қажет болады. Егерде барлығын бірден сала салсаңыз, сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп салған дұрыс. Міне дәл осылай араластырып, біркелкі массаны шығарамыз. Біздің массамыз осындай қою болады, қатты сұйық емес. Міне дайын. Енді керекті формамызды алып, духовкамызды қыздырып қоямыз. Үстінен осылай массамызды құйып шығамыз. Ал енді видеода көрсетіліп тұрғандай лопатканың көмегімен осылай сызықшалар жасап шығамыз. Бұл біздің бисквитіміздің әдемі болып, біркелкі болып көтеріліп шығуына көмектеседі. Одан соң столымызға осылай 1-2 мәрте ұрып жібереміз. 160 градуста 50-60 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді формасынан босатып, сеткаға аударып алатын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасында дәл солай сетканың үстіне қойып, салқындатып аламыз. Толықтай салқындағаннан соң қайтадан бисквитімізді алып, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа шамамен 2 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Бұл негізі міндетті емес, бірақ салатын болсаңыз, сіздің бисквитіңіз кесілген кезде ешқандай шашылмайтын болады, жақсы болып кесіледі. Сондықтан негізі салған дұрыс. Міне шамамен 2 сағаттай тоңазытқышта ұстап алдым. Біздің бисквитіміз көріп тұрғандарыңыздай біркелкі болып пісіп шыққан. Енді осылай пышақтың көмегімен 2 сызықты туралап аламыз. Одан соң осылай айналдыра отыра кесіп шығатын боламыз. Міне біркелкі болып, әдемі болып кесіліп шығады. Енді ыдысымыздың астына кішкене ғана кремді қойып, бетінен бисквитті қоямыз. Және де осылай мен кольцоның көмегімен жинайтын боламын. Егерде кольцо жоқ болса, жай ғана кремді жағып жинай берсеңіз де болады. Енді кремді жағып, осылай бетінен банандарын қойып шығамыз. Одан соң қайтадан коржымызды салып, дәл солай қайталаймыз. Крем және де бананды қойып шығамыз. Негізі жасалу жолы өте оңай торт, себебі бисквиттен жасалады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен дайындап көріңіз, ешқандай өкінбейсіз. Міне ең соңғы коржымызды қойып алдық. Енді үстінен қалған кремімізді жағып шығамыз.
барлық жеріне жеткізіп осылай айналдырып жасаймыз. Одан соң кольцомызды шешіп, арасына тимей қалған жерлерге жан-жандарына кремдерімізді жеткізіп шығамыз. Ганашымыз дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Ганашқа бізге ең алдымен қаймақ қажет болады. Үстінен какаоны саламыз, және де қантты қосып, сары майды саламыз. Одан соң жақсылап араластырып, газдың ең төменгі отында осылай ерітіп алатын боламыз. Біздің массамыз қайнап кетпеуі қажет. Жай ғана барлығы толықтай еріп, қайнағанға дейін жетуі қажет. Міне бізде қайнап бастап жатыр. Енді шамамен бір 30 секундтай араластырып алып, оттан аламыз. Сонымен біздің ганашымыз дайын. Ал енді ыдысымызға осылай пищевая пленканы төсеп, немесе бисквитімізді сеткаға қойып, үстінен ганашымызды құйып аламыз. Ганаш бізде ыстық болмауы қажет, кәдімгідей бөлме температурасында салқындатып, тоңазытқышқа кішкене салып алу қажет болады. Егер де ганаш ыстық болса, біздің тортымызды ерітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан салқындатып аламыз. Міне мен тортымның жандарына осылай пергамент қағаздарын кесіп, жан-жанына қойып шықтым. Себебі кремді құйғаннан кейін алып тастаған кезде жан-жандары шоколад болып тұрмайтын болады. Міне шоколадты дәл осылай үстінен құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп, осылай жетпей қалған жерлеріне жағамыз. Және де барлығын болғаннан соң қағаздарымызды алып, тоңазытқышқа бір түнге салып қоямыз. Негізі бір түнге салғаныңыз дұрыс. Егер де шыдамайтын болсаңыз, немесе уақытыңыз болмайтын болса, кемінде 2 сағатқа салып қойғаныңыз дұрыс болады. Сонымен біздің шоколадты бомба тортымыз дайын. Дәмі өте керемет. Ешқандай өкінбейсіз, міндетті түрде дәл осы рецептімен жасаңыз. Арасына бананды салмасаңыз да болады негізі. Соның өзінде дәмді болып шығады. Бананды салсаңыз одан да керемет болады. Ал ас болсын қыздар, сабағымыз пайдаларыңызға жарасын.